Саламатсыздар ма балалар? Бүгін математика сабағынан 70-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы көбейтудің үлестірімді қасиеті. Бірінші тапсырма: гүлбақтағы алаң гүлзармен безендірілген. Бағбанға гүлбақта қанша гүлзар бар екенін санап шығу керек. Сызбаға қара. Әр жағдайда есептеудің қалай орындалғанын түсіндір. Бізде гүлзар берілген. Яғни гүлзардағы гүлбақтағы гүлзардың санын анықтау керек. Мына жерде 4 сары гүлзар және 2 қызыл гүлзар. Соны 3-ке көбейтеміз. 6-ны 3-ке көбейтеміз, 18. Барлығы 18. Екінші сызбада 12 сары гүлзар, 6 қызыл гүлзар. Барлығын қосқанда бізде 18. Екінші бақта 18 гүлзар бар екен. Келесі тапсырма: бізде формула берілген. Біздің алдағы шығаратын есептеріміз осы формулаға байланысты. Тіктөртбұрыштың шаршының периметрін жалпы ұзындығын табу. Келесі үшінші тапсырма. Үшінші тапсырманың мәні: бірінші 250, 360, келесі 630, келесі 210, келесі 180, келесі 140, келесі 240, келесі 80. Енді А тапсырмасы, төртінші тапсырманың гүлзарлардың периметрін әртүрлі тәсілмен тап. Біз периметрін табу үшін формулаға саламыз. Яғни бірінші гүлзардың периметрін табатын болсақ, пи тең 4 қосу 6. Жақшаға аламыз, көбейту 2. 4-ке 6-ны қосамыз, 10, 10-ды 2-ке көбейтеміз. Тең болады 20 метр. Келесі гүлзарды тауып көрейік. Пи тең, бұл басқа жолмен 20 қосу 10 қосу 20 қосу 10. Бәрін қосқанда 20-ға 20-ны қосамыз, 40, 40-қа және 20-ны қосамыз, 60 метр. Біздің екінші гүлзарымыздың ұзындығы үлкен екен. Енді келесі тапсырма: ұзындығы 7 метр, ал ауданы 21 метр квадрат бақты қоршау үшін бағбанға қанша метр қоршау керек? Енді біз бірінші сызып аламыз. Бізге бірінші тіктөртбұрыш қажет. Яғни ұзындығы 7, ені 3. Біз аудан табу үшін S тең 3-ті көбейтеміз 7-ге тең 21 метр квадрат шықты. Келесі периметрін табу үшін пи тең 3 қосу 7 көбейту 2 тең 3-ке 7-ні қосамыз, 10, 10-ды 2-ке көбейтеміз, 20 метр. Жалпы тіктөртбұрыштың ұзындығы 20 метрге тең екен. Келесі тапсырма 6. Тіктөртбұрыштың периметрі 20 см, ал ұзындығы 6 см. Тіктөртбұрыштың енін тап. Бізде А мен Б-ның ұзындығы белгісіз. А мен Б-ның ұзындығы белгісіз. Енді осыны бірінші Б-ны табу алу үшін периметрді бөлеміз 2-ге. Яғни 20-ны бөлеміз 2-ге тең болады 10. 10-нан 6 тастаймыз, А-ны. Яғни 10-нан аламыз, 6-ны тең болады 4. Біздің А мен Б-ның ұзындығы шықты. Енді бізде жалпы ұзындығын табуымыз керек. Пи тең 4 қосу 6 көбейту 2 тең болады. 4-ке 6-ны қосамыз, 10, 10-ды 2-ке көбейтеміз, 20. Шықты 20 сантиметріміз. Келесі тапсырма: біздің мектептегі әр оқушы бір ағаштан отырғызды. Оқушылардың жартысы қайың, ширек бөлігі жөке, қалғандар үйеңкі отырғызды. Мектепте 800 оқушы бар. Неше бала қайың, нешеуі жөке, нешеуі үйеңкі отырғызды? Енді біз қайыңды тауып аламыз. Жартысы қайың деп тұр, яғни барлығы 800-ді бөлеміз 2-ге тең 400 бала қайың отырғызды. Енді ширек бөлігі деп тұр. Ширек бөлігі болса, жартысының жартысы, яғни 800-ді бөлеміз 4-ге тең болады 200. Бұл жөке ағашы. Енді үйеңкіні табу үшін біз қайың мен жөкені қосамыз.
400-ге қосамыз 200-ді. Тең болады 600. Енді үйеңкіні табу үшін барлық оқушының отырғызғаннан алып тастаймыз қайың мен жөкені. Яғни 800-ден аламыз 600-ді. Тең болады 200 үйеңкі. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды балалар. Сау болыңыздар.